Баршаңызға сәлем. Бүгін картоп қосылған пирожки жасаймыз. Оған қажетті ингредиенттер: құрғақ дрожжи, тұз, қант, сұйық май, су, одан кейін ұн. Ал салмамызға қажетті ингредиенттер әрине картоп, пияз және сұйық май. Алдымен аппара жасап аламыз. Дрожжимызға жылы суымызды құйып, оның үстіне кішкене ұнды салып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Үлкенірек ыдысымызға дайындап қойған ұнымызды салып аламыз. Жаңағы қалған жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді жаңағы дайындап қойған аппарамыз дайын болды. Оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырып, ұнымыздың үстіне қосамыз. Ұнымыздың үстіне және дайындап қойған тұзды суымызды қосамыз. Қамыр әзірше сұйықта болғандықтан оны шанышқымен алдымен араластырып аламын. Қою қамырымды енді ары қарай қолмен жақсылап тұрып илеп аламын. Қамырым әлі де ұн алатын болғандықтан, оның үстіне тағы да азап ұн қосып, алғанша илеп аламын. Неге осындай қамыр шықты. Енді ары қарай сұйық майымызды құямыз. Оған осылай қамырымызды жақсылап тұрып батырып, мыжғылап, массаж жасап, осылай мыжғылап, жақсылап тұрып майды сіңдіріп, кішкене осылай жасаймыз. Енді қамырымызды илеп болғаннан кейін, оның бетін жауып, көтерілгенін тосамыз. Салмамызды дайындаймыз. Картоптарымызды үлкенірек қып турап аламыз. Кастрюльге салып пісіріп аламыз. Пиязды ұсақтап турап аламыз. Табадағы қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырып аламыз. Жарты сағат өтті, қамырымызды алып шықтық та, тағы да ұн қосып, тағы да бір илеп, тағы жарты сағатқа қойып қоямыз. Картопымыз пісқан екен, енді картоп пісқан суды құйып аламыз кішкене. Картопымызге тұзымызды салып, оған жаңағы суымызды пісқан кішкене құйып, соны жақсылап мыжғылап аламыз. Картопымызды жақсылап езгілеп алғаннан кейін, оның үстіне жаңағы қуырылған пиязымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырды батон сияқты домалақтатып аламын. Бірдей бөліктерге турап аламын. Осылай дайындалған қамыр қолға да үстел бетіне де жабыспайды. Жақсылап қолмен ақ домалақтатып алуға болады. Бірдей бөлікке жазып алдым. Енді осыған картопымыздың салмамызды салып, осылай шеттерін жақсылап бекітемін. Ашылып қалмау үшін жақсылап бір мыжғылап бекітіп алғаннан кейін, үстін тағы да иректеп өтемін. Пешімізді қыздырып қоямыз, табамызға май немесе пергамент қойып, пирожкиларымызды осылай жайғастырамыз. Пирожкимізді жалтырату үшін оның үстіне жұмыртқаны жағамыз. Мен жұмыртқаны екіге бөліп, сарысын жақтым. Бұл өте жақсы лайфхак. Жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар өте қызғылт болады да, күйіп пісқандай. Ағын жақсаңыздар сары болып ашық түсті болады. Әсіресе екі түрлі рецепт пісіріп жатқанда қолдануға болады. Мінекей дайын болған пирожкидің түсі осындай болып шықты. Бұл тек қана сарысын жаққанда осылай шығады. Пирожкилер өте ыстық, бірақ та мен сіздерге ортасын ашып көрсетейін. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған дәмді тағам Айжанмен ас дәмді болсын.